Қайырлы күн, бұл Қазақ Айран. Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бүгін Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаеваға үкім шығарды. Естеріңізде болар, біз Біргеміз қайырымдылық қорының жетекшісі 2004 жылдың қараша айында ұсталған болатын. Оған жұрттан жиылған ақшаны талан-таражға салды, елдің сеніміне селкеу түсірді деген айып тағылды. Алғашқы кезде 1,5 миллиард теңге ұрланды деген ақпар тараса, кейін бұл сома 3,5 миллиардқа дейін өсті. Қылмыстық істің материалдары 100 томға жетті. Алайда сот процесі тым қысқа уақытта қаралып, айналасы 1,5 аптада аяқталды. Сот Перизат Қайратты 10 жылға, ал анасын 7 жылға бас бостандығынан айырды. Окончательно назначить Хайрат наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии с частью 2 статьи 49 Уголовного кодекса внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Хайрат государственной награды медали «Шапағат». Алашбаеву Ғайни признать виновной в совершении преступления, окончательно назначить Алашбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований сроком на 10 лет, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в отношении Хайрат в виде содержания под стражей оставить без изменения. Меру пресечения в отношении Алашбаева в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей, взять ее под стражу немедленно. Сот біте салып, журналистер Перизат Қайраттың адвокаты Асланбек Дәулетияровтан пікір сұраған. Адвокат қорғауындағы адамның айыбы жоқ деп санайды. Алайда кінәсіз екеніне қатысты қандай дәлелі бар екенін айтудан бас тартты. А вы считаете ее виновной? Нет, я не считаю. Моя позиция, что она невиновна, так как доказательств не было представлено. Дело в том, что закрытый процесс назначал не я, не в моей компетенции входит. Понимаете? Не ко мне вопрос. Нет, это не нарушили ли права вашей подзащитной? О том, что в связи с тем, что закрытый процесс... Да, что ее позицию вообще никто не услышал из общественности. Мы услышали только позицию прокурора, то есть обвинения и все. А позиции защиты не было. Я при чем? Перизат Қайрат 2024 жылдың сәуірінде президентке Инстаграм арқылы үндеу жолдағаннан кейін жұртшылыққа кеңінен танылды. Сол кезде сотталушы су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетілмегенін айтып, үкімет пен президентті сынға алған. Билікке батыл сөйлеген келіншекке бұқараның бүйрегі бұрды. Есепшотына есепсіз қаржы жиналды. Оның бір бөлігі су тасқынынан зардап шеккендерге бөлінуі тиіс болса, енді бір ширегі таяу шығыстағы Газа секторының халқына аударылуы керек еді. Бірақ тергеу деректеріне қарағанда, Палестинаға деп халықтан жиылған 566 миллион теңгенің тек 7,4 миллион теңгесі ғана діттеген жеріне жеткен. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығының құрылысы үшін жиылған қаржының да сайда саны, құмда ізі жоқ. Перизат Қайрат елдің қаржысына қымбат тұрғын үйлерден бірнеше пәтер сатып алған, премиум кластағы Mercedes-Benz, Lexus және Хабал сияқты қымбат көліктерді мініп, жалғанды жалпағынан басқан дейді тергеу деректері. Дегенмен күдіктінің соттағы уәжі көптің есінде. Перизат Қайрат шым-шытырық іске қатысы бар деп Бауыржан Байбекті сотқа шақыртуды сұрады. Процесс кезінде Аманат партиясының да аты аталды. Бірақ тергеу материалдары 100 томға жеткен қылмыстық істі қарау тым жылдам әрі жартылай жабық өтті. Бұл жерде зардап шеккендер негізінен қарапайым халық, ал Перизат мемлекеттік қызметкер емес. Ендеше сот неге толық ашық өтпеді? Атышулы істің тез арада қаралып, қысқа уақытта аяқталуы нені білдіреді? Біз бұл сауалдарды белгілі адвокат Мейірман Шекеевке қойдық. Перизат Қайраттың соты бар жоғы 10 күнге жалғасып, 11-ші күні үкім шығып отыр. Сондықтан қарапайым халыққа бұл жағдай соттың өзі істі тезірек бітіруге асыққандай әсер қалдырды. Заңгер ретінде бұған не айта аласыз? 10 күнде деп айтпау керек шығар, мүмкін 10 сот отырысы болды деп айтқан дұрысырақ болады. Себебі мысалға, бұндай істерде көбінесе ол 10 процестен аспайды. Бізде мысалға тәжірибеде көп жағдайда мысалға бүгін сот болса, келесі сот отырысы 1 аптадан кейін болады, болмаса 2-3 күннен кейін болады. Бұл жағдайда Перизаттың сотында олар бірінен кейін бір күндегі қойылып жатыр ғой. Сондықтан меніңше ол егер жеткілікті болатын болса, асықтыру емес, ол қалыпты жағдай.
Сонымен қатар мысалға ол сотта зерделенетін іс материалдарына да байланысты. Яғни ешқандай да бағанағы артық іс әрекеттер жасауды қажет етпейтін болса, барлық іс материалдары зерделеніп бітсе, екі жақ ешқандай қосымша өтінішқа түсірмейтін болса, ол осындай мәреге жетеді. Сіздің тәжірибеңіз бойынша 100 томдық істердің сот процесі қанша уақытқа созылушы еді? Рас, 100 томды болғанда ол іс материалдарында көбісі банктың, менің білуімше, банк құжаттары болуы мүмкін. Сараптама құжаттары болуы мүмкін, Оның көбісі сараптама келеді, сотқа көп жағдайда қажеті тек қорытындысы ғана. Сондықтан ол 100 томның біраз бөлігі істе нақты маңызды болмауы да мүмкін. Тек қорытынды ғана маңызды болуы мүмкін. Сондықтан ол 100 том болсын, басқа болсын, егер жан-жақтылықты, толықтықты қамтамасыз ететін болса, сот бітуге дайын болса, бітіреді сот. Ол екінші тараптың да мысалға құқы, егер бағанағы сотталушы жоқ, мен мына құжатты зерделеуді сұраймын, болмаса мына құжатты жариялауды сұраймын деп өтініш хат түсіретін болса, сот оны назарға алады. Бірақ менің білуімше ондай өтініш хаттар екінші тараптан да түсіп жатқан жоқ. Перизат Қайраттың соты жартылай жабық өтті. Бірақ Перизат Қайрат ол мемлекеттік қызметкер емес. Қолды болған ақша бұл мемлекеттік емес, бұл халықтікі. Ендеше оны бүкіл халық көретіндей ашық өткізуге заңдық тұрғыда қандай да бір кедергі болуы мүмкін бе? Заңдық тұрғыдан ол бірінші кезеңде сотталушының құқығы биікке қойылады. Яғни егер сотталушы оған қарсы болатын болса, ол сот жабық түрде өткізе алады. Сонымен қатар жабық түрде не үшін өткізіліп жатыр? Бұл толық жабық түрде емес, сот жартылай ашық, жартылай жабық қылып өткізіп жатыр, менің білуімше. Оған тараптар өтініш хат сұрайды ғой, қарсы емессіз ба деп. Қарсы болып жататын болса, жабық түрде өткізеді кейбір сот отырыстар. Неге? Себебі мысалға ол жерде банктың құжаттары да жарияланып жатыр, менің білуімше. Менің білуімше жеке тұлғалардың деректері жарияланып жатыр. Егер олар қарсы болатын болса, бізде банк құпиясы деген заң бар. Сондықтан олар жабық түрде өткізіледі, ондай сот отырыстары. Және сотталушының бірінші кезеңде сотталушының өзінен сұрайды. Егер сотталушы қарсы болатын болса, ашық түрде өткізуге, сот оны назарға алады. Өйткені айтып тұрмын ғой, сотталушының құқы бірінші биікте тұрады, ашық түрде өткізіле бастайды. Шерзаттың ісінде білесіздер ғой, сотталушылардың бәрі ашық түрде болуын қалады. Егер олар да мысалға барлығы қарсы болатын болса, мүмкін ол да жабық түрде болуы мүмкін еді. Күдіктінің түсініктемесін түсіруге судьяның өзі рұқсат берген жоқ. Себебі оған Перизат Қайраттың өзі қарсы болған көрінеді. Егер өздері айтқандай Перизатпен бірге анасы айыпсыз болса, неге журналистердің түсіруіне қарсылық танытады? Бұл оның құқы. Сотталушының құқын ешкім бұза алмайды. Егер сотталушы ол мемлекет қызметкері болсын, ол жерде сотталушы болып отыр. Сондықтан сотталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеу міндетті емес, оның кінәлілігін дәлелдеу қылмыстық қудалаушы орган соған жүктелген. Сондықтан ол егер қарсы болатын болса, қағаздар жариялауға, сот оны жарияламайды көп жағдайда. Қазіргі айыпталған баппен, яғни ірі көлемде алаяқтық жасады деген баппен сотталған адамның абақтыдан ерте босауға бір мүмкіндігі бар ма? Бапта сондай мәселе қарастырылған ба? Перизаттың ісінде қылмыстық кодекстің 78 бабында шартты жазаға ауыстыру, басқа жазалардың мысалға ақшалай жазамен ауыстыру қарастырылған. 190-шы мерзімнен бұрын босату негіздер көрсетілген. Бұл жерде дәл солай, тек қазір мен білуімше азаматтық талап қойылып отыр. 47 жәбірленуші бар деді. Олардың енді қаншама сома талап етіп отқаны қазіргі таңда маған белгісіз екен. Сол сомаларды егер азаматтық талапты сот қанағаттандыратын болса үкімде, соны ол төлеп бітпейінше шартты жазаға мерзімнен бұрын шығуы екі талай. Және ол мысалға мерзімнен босату кезінде сот болады кәдімгідей. Ол өздері өтініш қатысып, мысалға Перизат болсын, оның адвокаты болсын сүргеннен кейін, мынау жәбірленуші тараптарды шақырады. Сіздердің бағанағы азаматтық талаптарыңыз орындалды ма, жоқ па? Соның кейін барып солардың пікірін ескере отырып, сот шешім шығарады. Жай ол өтініш хат түсірді екенді деп шығара салмайды.
Перизат Қайрат пен анасы енді сот белгілеген жазаны өтеуге міндетті. Мұның сыртында арыз түсірген 50 тұлғаның талабы бойынша 1,5 миллиард теңге өтеуі керек. Сотталушылардың ол қаржыны қайдан және қалай алатыны әзірге белгісіз. Бұл оқиғаның бір кері әсері қайырымдылық жасауға деген жұрттың сеніміне селкеу түсті. Ал оның зардабын шынымен де қайырымға мұқтаж жандар тартуы мүмкін. Сондықтан шын мұқтажға көмектесу әр адамның парыз екенін ұмытпайық. Оны біреуге ақша жию арқылы емес, өзіңіз жасасаңыз сауабы да мол болмақ. Мейірім мен қайырымдылық жүрегіңізден сөнбесін. Аман сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.